Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үйдегі бар ингредиенттерден жасалатын жеңіл тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен тауықтың төс етін уақтап, кубиктерге турап аламыз. Содан соң дәміне қарай тұзын, бұрышын және де дәмдеуіштерін салып, жақсылап араластырамыз. Әзірге маринадталған тауығымызды қоя тұрамыз. Оған дейін пиязымызды кубиктап уақтап турап аламыз. Содан соң сәбізімізді де үкіштен өткізіп алатын боламыз. Үйіңізде қандай көкөністер бар, соларды да қоссаңыздар болады. Енді табамызды қыздырып, майымызды салып, пиязымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Содан соң сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, пісіріп алатын боламыз. Енді лавашты алып, салмасын салатын боламыз. Мен осы үлкен лавашты ортасынан екіге бөліп, 2 рулет жасаған болатынмын. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, салмасын жұқалап жағып шығамыз. Содан соң тауығымызды салып, енді осы лавашымызды рулетке ораймыз. Енді рулетті бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Қатты қалың да жұқа да қылмаймыз. Осы видеода көрсетілгендей орташа көлемде кесіп шығамыз. Екінші рулетті де кесіп, дайындап, формасын салып қоямыз. Оған дейін соусын дайындап аламыз. Соусына қаймақ, айран және де жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған соусымызды рулеттеріміз құрғақ болып шықпау үшін үстінен құйып шығатын боламыз. Содан соң пешімізді 180 градуста қыздырып, 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Бұл тағам өте жеңіл болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.